қадірменді оқырмандар және бүгінгі кешімізге қатысып отырған құрметті қонақтар. 22 наурыз ұлыстың ұлы күні және ата дәстүр өнеге жобасын насихаттау мақсатында бүгін біз кітапханамызда өрлет наурыз атты мерекелік шарамызды ұйымдастырып отырмыз. 22 наурыз ұлыстың ұлы күні, Бұхара күні. Таңмен таласа барлығы күн шапағын қарсы алады. Одан әрі бұхаралық мерекелік шеруге айналады. Бұл күні күн мен түн теңеледі. Табиғат пен жер ана да, жануарлар да түлейді, жаңарады. Адамзаттың бойында қан жүгіріп, тал теректер бүршік жарады. Қазақтың сайын таласын қызыр баба кезіп, адам баласына құт береке, бақ дәулет сыйлайды. Самарқанның көк тасы еріп, қасиетті қара жер, қара топырақ бусанады. Ұлы даланың төсінде қызғалдақтар құлпыра өсіп, бел-белестерге қызылды жасылды кілем төселеді. Ұлан байтақ Қазақстанның халқы 7 түрлі дәннен наурыз көже жасап, ұлттық салт дәстүр, әдет-ғұрыптарды сақтап, ай бойы ұлыстың ұлы күнін тойлайды. Бүкіл шығыс халқына ортақ бұл мейрамда араздасқандар татуласып, дүйім халық, бүкіл ел ауыз біршілікте болады. Ұлыстың ұлы күнін қазақ елі әрқашанда қасиетті киелі санаған. Бұл күні халық таза жаңа киімдерін киіп, бір-бірімен қол алысып, амандасып, төс қағыстырып, жақсы тілектер айтылатын күн.